Қане? Жақтау. Естен мәнеде оқуған тақырып қандай еді? Әженің таяғы. Мәнеде оқып келдік те балалар? Кәні қол көтеріп отырасың шетінен. Кез келген оқушыға мәнеде оқытайын. Әженің таяғы. Балзия бастай қой. Қалғанымыз дайын отырамыз. Әженің таяғы. Әжем туралы әңгіме. Бастай қой. Саусағы сары. Мұстафадан тыңдайыншы, сіздер мағлұматыңыздар қандай? Балалардың қолары жатқа қарап, жуынып келінге шап-шаңырақ, шақырды талқымана әлде қашан. Қара тұр терезеден күн жылтырап. Балалар, бұл өлеңді біздер білетінбіз, е? Шарпидің мақынша балалар ойнап жүр. Бірақ көп ұзамай, бірімен ұрысып қалады. Мен бірінші болам дедім ғой. Жоқ, бұл менікі. Табыл болайықшы. Әкесі балаларына қарап, балалар, бері келіңдер. Бір нәрсе көрсетейін. Мынаны сындырыңдаршы. Балалар жабысып көреді. Болмайды ғой. Өте қатты екен. Үшеуміз қосылып та сындыра алмадық. Ендігі бірлік көріңдер. Балаларым, біріксеңдер мына байламдай мықтысыңдар. Ажырап кетсеңдер мына сындақты шоқтай боласыңдар. Араздық әлсіздік, татулық күш, ұйымшыл болыңдар. Сонда еш жау сендерді ала алмайды. Тірліктің күні бірліктен. Әке сөзі ұрпаққа аманат. Балалар мультфильмді көрмеген. Осы жерде мультфильм туралы сұрамас бұрын. Ана жазуда сабағымызға қонақтар келіп отыр, е? Үйге қонақ келгенде біз не істейміз? Қарсы аламыз. Иә? Бұзықтықтарымызды көрсетеміз. Жақсы күтіп аламыз. Ендеше келген қонақтарды керемет көңіл күймен күтіп алып, керемет көңіл күймен шығарып, салайық. Жарай ма? Сабаққа дайынбыз ба? Иә. Дайынбыз. Ендеше тақтаға қараңызшы балалар, бірінші Отан. отан туралы. Білеміз, ертең қосыларымыз бірге. Отан сенің ата-анаң, отан досың, бауырың, отан өлкең астанаң, отан ауылың. Айқайламаймыз, е балалар, біздер отан туралы көптеген өлеңдер, мақалдар білеміз, солай ма? Отан, неге басталады? Отбасынан басталады екен. Бұл аттаның дәйек сөзі отан отбасынан басталады. Сонымен қоса, біз қандай бөлімді бастадық? Менің отбасым және достарым, бауырларым. Бұның барлығы неге кіреді балалар? Отанға кіреді. Дұрыс айтасыздар, бұның барлығы отанға кіреді екен. Жылада таба алмай қалады. Кәрілік жеңгесін баяғы жеңген көзінің жанары. Тамаша. Ары қарай. Шифатаның Апай, құралай қойдай ғой. мұндайда өзі қарамын. Босқа жүріп барамын. Әжемнің қарынған бастаяғын. Соңына ұстата қоямын. Қолыма ұстата қоямын. Жақсы балалар. Үйге бұл өлеңді мәнерлеп оқуға берген болатынбыз. Яғни, сіздердің қолдарыңызға қазір мен суретін көріп тұрсыздар? Сүйжек несі бұл? Шаңырақ. Яғни біз бір шаңырақтың астында қалай өмір сүруіміз керек? Болайық. Жарайсың, әкесі жасы, үлкен. 6 жас жарайсың.